Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Керемет мужской каприздың ең оңай рецебін ойластырып тауып көрдім. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер, керемет болып шығады. Ең бастысы қолжетімді ингредиенттерден жасалады. Ол өте ыңғайлы. Астына қажетті ингредиенттерді жазып көрсетіп кетемін. Алдыменен барлық көкөністерді жалпы мен турап алдым, ыңғайлы болсын деп. Және де бұны жалпы кальцияға жинаған өте ыңғайлы. Кальция болмаса, осылай қаймақтың ыдысының астын осылай кесіп, майонездің немесе осылайнан жаңағы кальция қылдырып жасап алуға болады. Немесе кальцияларыңыз болса, кальцияға жинаған ыңғайлы. Осылайнан копченый тауық етін алдым. Оны төпіштетіп тұрап аласыздар. Жұмыртқаны үккіштен өткізесіздер. Картопты да үккіштен өткізесіздер. Ірімшікті да теркадан өткіземіз. Майонез және де тұз қажет. Жалпы қажетті ингредиенттердің барлығы астында көрсетілген. Енді алдыменен тауық етін саламыз. Бұл жерде менде копченый тауық еті. Қыздар, бұның орнына колбаса немесе піскен етті де қолдануға болады. Ол қалауларыңыз бойынша, немесе жай тауық етін де қолдануға болады. Барлығын осылайна жаңағы неге салып, астынан осылайна жақсы басыңқырайсыздар. Кальцияға жинайтын болсаңыздар, қыздар, ең бір жақсысы формасын өте жақсы ұстайды. Кейін пиязды саластарды үстінен басып, үстіне майонез құямыз. Майонезді құйып, майонезді жағып шығасыздар. Кейін осының жаңағы үстіне жұмыртқамызды салып аламыз. Тағы да үстінен басасыздар. Кейін үстінен тұз себесіздер. Майонез жағамыз. Үстінен барлығын жағып шығасыздар қайтадан. Кейін картопты саламыз. Қыздар, мен жалпы екі картоп салған, бірақ үлкендеу болып еді, көп болып шықты. Мен жартысын алып тастадым. Осылайнан басып шығасыздар. Үстінен тұз сеуіп жібересіздер. Майонез жағамыз. Енді жаңағы үстіне сырымызды себеміз. Және де холодильникке, қыздар, шамаменен 1 сағатқа қойып қоямыз, формасын жақсы ұстап тұру үшін. Жалпы формасыз да, яғни кальциясыз да жасауға болады, бірақ онда формасын ұстамайды, қыздар. Егер де үстелге қоятын болсаңыздар, менің кеңесім бойынша осылайнан кальцияға жасаған ыңғайлы. Менде жоқ, бірақ мен осылайнан қолдан жасап алдым. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жалпы бұл 1 порцияға арналған, немесе бұл салатты ортасынан бөліп 2 тарелкаға да салуға болады. Байқайтын болсаңыздар, менің тарелкамның жаңағы көлемі жағынан үлкендеу. Сол себепті бұны 2-ге кесіп, жаңағы 2 порция қылдыруға да болады. Бірақ мен төменде жалпы, қыздар, осы 1 порцияның рецебінің жаңағы ингредиентін көрсеттім. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осыны енді холодильникке 1 сағат шамасына қоясыздар. Сонда формасын жақсылап тұрып ұстайды. Формадан әзірге шешпейміз. Міне, қыздар, осында керемет болып шығады. Мен 1 сағаттай формада ұстадым. Алғаннан кейін, қыздар, қараңыздар, қандай жақсы формасын ұстап тұр. Стөлге қойғанда өте керемет болып шығады. Ингредиентті бірнеше еселеп, яғни үлкен қылдырып жасауға болады. Мен 1 порция ретінде осы кішігірім қылдырып қана жасадым. Керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.